Салауатты тамақтану дағдылары. Сәлем, менің атым Руслан. Бүгін мен салауатты әдеттер жайында айтып беремін. Таңғы, түскі және кешкі асты күнделікті бір уақытта ішкен дұрыс. Негізгі астар арасында жеміс-жидек немесе аздап жаңғақ жеуге болады. Әрбір асқа кемінде 20 минут бөліңіз. Тамақты аздаған бөлшектермен жеңіз, асықпай шайнаңыз. Тамақты рахаттанып ішу үшін басқа заттарға алаңдамауға тырысыңыз. Ұялы телефонға, теледидарға немесе компьютерге. Тамақтың орнына гаджетке назар аударғанда, миыңыз нені және қанша мөлшерде жегеніңізді білмей қалады. Сондықтан, тамақты шамадан артық жегендіктен, кейіннен өзіңізді нашар сезінуіңіз мүмкін. Қаптамадағы өнімдерді сатып алғанда міндетті түрде жапсырмасын оқыңыз. Жарамдылық мерзімін қараңыз. Сақталу мерзімі өтіп кеткен өнімді ешқашан тұтынбаңыз. Жапсырманы мұқият оқыңыз. Трансмайлардың, тұз бен қанттың мөлшері көп өнімдерді алмаңыз. Неліктен екендігін қазір түсіндіремін. Трансмайлардың қоректік құндылығы жоқ. Олар семіздікті, диабетті, жүрек бұзылысын және басқа ауруларды туындатады. Тұз судың іркілуіне апарады. Судың организмдегі артық мөлшері қан тамырларындағы қысымды көтереді. Бұл жүрекке, бүйрекке және миға артық жүктеме түсіреді. Осының барлығы түбінде жүрек ұстамасына, миға қан құюына, бүйрек бұзылыстарына және басқа ауруларға апару мүмкін. Қант энергия көзі болғанымен, тәттіге, әуестік, семіздікке, диабетке және басқа ауруларға апару мүмкін. Осы ережелердің барлығын орындауға тырысыңыз. Сонда денсаулығыңыз мықты болады.